қалайсыңдар? Бүгін тағы осымен айқасамыз скоростьпен. Бүгінгі мәселе редуктордың ішіне восьмерканы салу керек. Ішіне девятка тұр қазір. Восьмерка салып, тағы бір көру керек. Білмеймін, жұмысы қалай болатын. Ең бірінші мәселе мына айтайық. Бұл новыйдан алынған. Мына жерде болттары бар. Қысып тұру керек, бірақ мынандай. Қазір осындай сваркамен жүріп өте салам ба деп отырмын. Не болса осыны да. Бұл гараж енді 1-2 айдан кейін пайдалануға тұрарлық болатын шығар. Пока болса кладкасы біткен жоқ әлі. Видеолардың редко шығып жүргенде осыдан себептен. Қазір маска көйлек мамалап жүрміз. Почти. Былай өз жұмыс істей беруге болады. Шайқалып тұрмаса жинағанымыз. Так, бұны шешу үшін тормоз атылады. Накопление атылады. Мынау атылады. Күшпен қолымды тұрған сияқты ма? Жерді дүзіміз іштейді емеміз тұр. Шицела нормально пойдет. Тормоз. Тесламыз. Колодкалар көбі кенет. Нормально. Вот, видите?
не болған ол. Қолмен ағатылып отыр ғой олар. Резьба жоқ шардан шықтай береді осыларды. Мынандайлар бар еді айтпақшы. Игольчатый подшипник дейді бұны. Бұның бәрін теріп алу керек енді. iPhone-ның үшінші қолда пойдет. Осы үйде бүкіл балғаларға де кеткен. Ешқайсысын таппайсың. Обратный резьба кесің сен. Бұл жерде сальник болу керек негізі. Аяққа тұрған ағаран сальник бар сияқты әлі. Іште тұр. Подшипник тұр. Надо сальник тұр. Опа. Понятненько. Опа. Понятненько. Сақтық технично. 9-й пара деген осы. Өзім 9-каның родной планет аркасы. Өзі главный шестеренкасы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 парасы бар. Сондықтан бұл скоростной деп есептеледі. Обычный восьмерка. Шашырып кетіппіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл 8 пара. Бұл грузовой деп есептеледі. Алдың жылы ғана салынған несі. Олардың ешқайсысы выработка қатты емес екен. Нормально жүрген. Бірақ не точет. Бұл ерінде үзінегері бар екен. Жарайды, досын сақ көреміз енді. Опа. Так, редукторный восьмеркамен жинадым уже. Жуа салдым. Камераның несі отырып қалды, батарейкасы. Кімге қысып кетті, что-то непонятно тұр батарейді. Жинаймыз. Былай тұрса бүйтіп тұрады. Былай тұрады. Вот она. Лык. Красиво, да. Оп, нормально. Гайка вверху тартылып жүрді, сескенттім. Жылы болады сразу. Там просто саламыз да.
Шыдаймыз да шыдамаймыз да киініп алғанша. Шыдамай бір айналып келеміз ғой дейміз. Так, бір тексеріп алайық. Мына екеуін қатайтын, мынаны қатайтын. Ал дұрыс тұр. Жер дұрыс тұр. Басқа жер шешілген жоқ. Так, жаңа бір айналып келдік. Бір айтарым, оборотты жақсы алады екен. Ана қатайып тұр. Қызып тұрған айналынбай тұр мынау. Майдың өрімен қарай салайын деген ғой, что қазір айналып келгеннен тағы тексеретін. Бір оқы мотор жеңіл айналып тұр мынау восьмеркамен. И поэтому оборотты көп алады. Сондықтан көп оборотта май жеп кетуі мүмкін. Көреміз енді қазір. Қалай болады екенін. Жақсы результатқа жетеміз бе, енді айтамайым точно. Өйткені скорості аз алады сияқты девяткаға қарағанда, но оборот жақсы айналады мотор. Түсінікті болды ма? Түсінікті болды ма? Так, 150 литр бір қарап аламыз. Ешқайыр босап кеткен жоқ па екен? Формасы тұр ма? Білек бәрі тұр ма екен, қараймыз, дұрыс. Өйткені не болса да опасный болады чуть-чуть. Адамашылар жүрейік шамалыға қарай. Бар басып қойып. Что-то жүрмеген сияқты мынау.
Не то что-то. Топ-спид 97 дейді сонда да. Блин, жылдамдығы. Вообще болмады что-то. В общем, болмады. Обратно салу керек қой 99-каны істеу керек. Короче, ұнамады мынау. Наоборот, нашар болып қалған сияқты. Мотор обороты жақсы болады, әңгіме жоқ. Бірақ жылдамдығы уже ондай ыңғайлы емес. Көреміз енді. Ертеңдер қайтадан 9-ны орнына салып көру керек. Екі жұмыс болған қараш на ровном месте. Ладно. Естественно, басқа вариант білмеймін. Неге ол ондай болып тұрған. Компрессиясын тексеріп көрдік, бірақ енді компрессия ол өзінің компрессиясы 6 ғой бұда. Өзі родной поршневой ойында жиналып тұр бұл адамның. Непонятно. Көрем, мүмкін қазір қайтадан айырбастап тастайын ба, немесе ертең айырбастайын ба, қараймын. Ну, пока бүгінгі результат, ешқандай результат жоқ, короче.